5 ақпан дүниежүзілік сайлау күні. Сайлау әр азаматтың ел алдындағы жауапкершілігі. Осы ұстанымды жастар санасына сіңіру үшін Алматыда Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Мәжитұлымен кездесу өтті. Ашық диалог форматында ұйымдастырылған шара дүниежүзілік сайлау күніне орай өткізілді. Жиын барысында сайлау жүйесінің негіздері, азаматтық жауапкершілік, құқықтық мәдениет және жастардың қоғамдық өміріндегі белсенділігі кеңінен талқыланды. Біздің еліміздегі сайлау туралы заң және сайлауға қатысып өз таңдауыңды жасауың керек деген ұғым, сезім, осыны қалыптастыру. Жастардың өздерін сөйлеткіміз келеді. Кездесуге қатысқан оқушылар өз ойларын ашық білдіріп, көкейлеріндегі сұрақтарын тікелей қойды. Бұл жастардың саяси сауаттылығын арттырып қана қоймай, олардың ел болашағына бей-жай қарамайтынын көрсетеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер жас ұрпақтың азаматтық ұстанымын қалыптастырып, саналы таңдау жасауға бағыттайды. Мейірлі Қайсарқызы, Әбдірахман Қайрат, Ұрпақ үні медиа.